Сәлем көрермен, біз бүгін рух реалитидің 4-ші сериясындағы басты оқиғаларға өз көзқарасымызды білдіретін боламыз. Қызыл карточка Ерасылда. Қызыл карточканы Ерасылға салғаны белгілі болды. Меніңше мафия рухта бұрыннан келе жатқан адам, және ол қызыл командада Ерасылдың Дастанға жөнсіз жақтасып жасаған тірліктеріне қарны ашып кеткен адам сияқты. Ерасылға бұл тірліктерін қою керек. Дастанның өзі кейде жөнсіз шошаңдап кетеді. Нағыз дос болса қайта Дастанның ерсі қылықтарын өзіне ескертіп айту керек еді. Сондықтан Ерасыл өзінің хайбы үшін жасап жүрген нәрселерін достық үшін деп бүркегені енді орынсыз болып бара жатыр. Мафия ойынына қайта оралсақ, бүгін қатысушылар Маханы мафия деп ойлады. Бірақ Маха мафия болмай шықты. Дарабоз бұл жерде де күлкіге қалды. Маха мафия емес екені белгілі болғаннан кейін, Рамазан Дарабоздан енді кім деп ойлайсың десе, аңқау Дарабоз әлі Махадан көріп отыр. Бұл жерде ешкім Дарабоздан күдіктенбейтін сияқты. Ол мафия ойынын 2-ші маусым ойнап жатырса да ережесін әлі түсінбеген сияқты. Егер Дарабоздың аңқаулықтарының бәрі рөл болып шығып, соңында мафия Дарабоз болып шықса, бұл таң қаларлық ойын болар еді. Жекпе-жекке келер болсақ, бұл жолы мені Амиго таң қалдырды. Өткен видеомызда мен Бүжай Амигоны 1-ші раундта жеңеді деп болжам жасаған едім. Бірақ Амиго оңай шағылатын жаңғақ болмай шықты. Ауыр қозғалатын Бүжайға қарсы тез шабуыл жасап, клинчке кіріп кететін тактиканы таңдап, Бүжайды біраз састырды. Құшақтап тұрып қолтық астынан ұрғаны болмаса, Бүжай басқа түк жасай алмады. Амиго қиындықпен шыңдалған еркек екені көрініп тұр. Амиго барлық қолдауға лайық. Келесі жекпе-жек Маха мен Фарух арасында өтетіні белгілі болды. Қазір қызыл команданың 2-0 есебімен алда екенін ескерсек, бұл жекпе-жекте Фарух жеңсе 3-0 болады екен. Маха ешқандай жеңісі жоқ жігіт. Фарухқа қарсы бірдеңе жасап жеңіп кетеді дегенге сену қиын. Маха, Сани дегендердің орнына спортқа қызығушылығы бар блогерлерді шақыру керек сияқты. Оларды мен рухы арқылы таныдым, бірақ олар рухта жүретіндей еңбек жасап жатқан жоқ. Дарабоз тағы да өзін көрсетті. Тамақ үстінде Ерасыл Дарабоздың ауыздарына қарап отырғанын байқап, сен неге тамақ ішпей отырсың деп сұрайды. Дарабоз оған, білмеймін, менде тамақ жоқ деп жауап береді. Сол кезде камера сыртындағы біреу Дарабоз, сен іштің ғой брат дейді. Сол кезде ғана Дарабоз, мен ішіп алдым дейді. Бұны естіп отырған Ақтілектің таңданысында шек болмады. Әрине Ақтілекті біз де түсінеміз. Адам қалай өзінің тамақты жеп қойғанын ұмытып кетеді. Дарабоз ақ көңіл, бірақ аңқау жігіт. Жүрген жерін күлкіге қарық қылып жүретін Дарабоз өзінің осы қасиетімен елге ұнайды. 5-ші сериядағы біз талқылайтын мәселелер осы. Ал сіздер Маха мен Фарух жекпе-жегінде кім жеңеді деп ойлайсыздар? Тағы кімдер туралы көбірек айтқанымызды қалайсыздар? Комментарий жазып, осы видеомызға лайк баса кетіңіздер. Келесі талқылауларды жіберіп алмас үшін каналға жазылып қойыңыздар. Келесі кездескенше.